Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді, жұмсақ болып шығатын керемет картопты пирожки пісіретін боламыз. Отбасыңызға бір жасасаңыз, сізден қайта-қайта сұрайтын болады. Әркез қамыры сәтті шығатын, үйдегі қарапайым ингредиентпен жасалатын пирожки. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен ыдысымызға 1 стакан жылы су, 1 стакан жылы сүт, 1 шай қасық қант, 1 шай қасық жаңа ашытқы саламыз. Содан кейін оның үстіне жарты қасық тұзымызды, жұмыртқаны 2 ақ уызын қосып, жақсылап тұрып, араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін, оның үстіне жарты стакан сұйық майымызды қосып, оны да араластырып аламыз. Енді ұнымызды қосатын боламыз. Менде барлық мөлшерлемесі стакан көлемімен есептелгендіктен, осыған алдымен 3 стакан ұн саламыз. Содан кейін венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне қалған 3 стакан ұнымызды қосып, енді қолымызбен қамыр елейтін боламыз. Және де бұл қолға жабысатын қамыр болады. Оған қорықпаңыздар. Оны жақсылап жұмсақ қамыр шығу үшін үстелдің үстіне тағы да аздаған ұн қосамыз. Менде столдың үстіне сепкен ұнның барлығы қолданған жоқ. Сондықтан да аздап қоса отырып, осылай жұмсақ қамырды елеп алатын боламыз. Бізде жіп жұмсақ қамыр дайын болды. Енді осы қамырды жылы жерге қойып қоямыз. Мен көбіне осы қамырды салафанға салып, серпеште 30 градуста 30 минутқа қойып аламыз. Сол кезде де жақсы көтеріледі. Сіздер жылы жерге қойып қойсаңыздар да жақсы көтеріледі. Енді біз тестіміз дайын. Енді оған дейін көтерілгенше салмамызды пісіріп аламыз. 5 дана картопты қолдандым. 5 дана картопты тез пісу үшін осылай бөліктерге бөліп турап алдым. Енді осы картопымыздың үстіне суымызды қойып, оны жақсылап езілгенше пісіріп алатын боламыз. Және де 1 дана пиязды қолданамыз. 1 дана пиязымызды видеодағыдай 4-5 рет уақыттап турап, оны аздаған майға жақсылап тұрып қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Біздің картопымыз пісті. Оны бөлек ыдысқа салып алып, астына аздаған суын бірге қалдырамыз. Енді оны жақсылап тұрып езіп алатын боламыз. Оның үстіне біздің қуырылған пиязымызды маймен бірге қосамыз. Сол кезде тәтті дәм шығады. Маймен бірге қоса беріңіздер. Оны май аз болғандықтан ондай көпті майлы болмайды. Дәміне қарай тұзымызды, дәміне қарай бұрышымызды, және де өзіңіздің қалауыңыз бойынша аздаған паприка қосып жесеңіз артық етпейді. Осылардың барлығын қосып алып, енді жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Міне біздің салмамыз дайын болды, өте тәтті. Енді біздің тестімізді дайындайтын боламыз. Күшті болып тестім көтеріліп қалыпты. Енді осы тестімді ешқандай ұн қоспаймыз. Үстелдің үстіне аздаған май сеуіп, және қолымызды майлап, майдың көмегімен оны жақсылап тұрып елеп, бөліктерге бөліп алатын боламыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша есептеп бөліп алуға да болады, немесе шамамен көзбен мен сияқты бөліп алсаңыздар болады. Бөліктерге бөліп алдық. Енді оның беті күйіп кетпес үшін осылай орамалмен бетін жауып қоятын боламыз. Енді пирожкимізді түйіп бастайтын боламыз. Бізге оқтаудың қажеті жоқ, қыздар. Қолымызбен жай ғана шеттерін тарта отырып, осылай жайып алатын боламыз. 1-2 ас қасық көлемінде салмамызды салып, осылай түйіп дайындап алатын боламыз. Міне біздің пирожкилеріміз дайын. Енді осы пирожкилердің бетіне 2 жұмыртқаның сарыуызын беттеріне жап шығатын боламыз. Аз ғана сүт қосып жіберсеңіздер болады, немесе жұмыртқаның өзінде жағуға да болады. Осы жұмыртқаны жағып шығып, содан кейін бетін әртүрлі қылып әсемдеп жіберсеңіздер болады. Мен осылай пышақтың көмегімен осындай сызықтар қалдырдым. Піскен кезде де керемет болып әдемі болып шықты. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша әртүрлі етіп әсемдеп жіберуге де болады. Енді осы біздің пирожкимізді 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут шамасында қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Сіздерге ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы қамырмен тестісі осындай қылып, салмасын әртүрлі қылып жасауға болады. Капуста мен картоппен өте керемет болып шығады. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарияда қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің арнамда әр апта сайын жаңа рецептер шығып отыратын болады.